Мені ел жұрт бәрі Ержан деп айтпайды негізі. Кім деп айтады? Негізі шейх деп айтады. Сүйікті қызы сүйіктімнің есімін ауыстырам деп жүріп, Ержан Теміров өткен эфирде өз есіміне қатысты да екі ойлы болып қалған еді. Расымен енді Ержан есімін өзгертпек пе? Ел қойып жатыр сендердің есімдеріңді. Маған олай айтқан емес. Енді мен есімді ауыстыратын болсам, әрине мен жағы көлігім, үйім бәрі ауысады екен да, мен ойланып қалдым есімді ауыстыруға. Әр эфир сайын туған қызына туынды арнаудан жалықпайтын Ержан бүгін тағы қандай тосын сый әзірлемек? Сағынышым сенсің жүрегім, Раббымнан бақыт тіледім, көзімнің қарашығы қызым, өзіңе денсаулық тіледім. Бұрынғы қайнатасы Құлмұхаммед тағы қандай шатақ шығарды? Күйеу бала мен қайнатаның арасындағы дауға нүкте қойыла ма? Сәлден соң көреміз. Енді мен ортамызға қазір Ержан Теміровті шақырайын. Кел. Жаңа айтып жатыр ғой бір көрермен апам ше, Абай Құнанбаев атамыздың өлеңдерін оқы. Иә, Абай атамыз айтады ғой, қазақтың даласы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы дейді ғой. Кеңші, мен сізді аға ретінде сыздилап, негізі дұрыс қой, мен Абайдың, біз әр қазақ, біз бір-бірімізге бауырмыз, арамыздан қыл өтпеу керек. Жаңағындай әр қазақ жалғызымыз, әрі келіншектер, әйелдер біздің құлағымызды қанша азғырса да, біздер қазақтар бір-бірімізбен бауыр болып қаламыз. Мін соны айтайын де. Рахмет. Жақсы. Керемет болды. Әніміздің ғой, айтқанын тыңдайсың, дұрыс па? Дұрыс, біз бауырмыз. Саған сұрақ. Қашан соңғы рет Құлмұхаммед ағамен хабарға байланысқа шықтың? Мен негізі ол кісімен мүлдем шыққан жоқпын. Сөйлескен жоқсың? Өйткені енді бұлай айтқан кезде мен қызымның есімін ауыстырам, өз есімімді ауыстырам деп келген емеспін бағдарламаға. Мен бірінші бағдарламаға келген кезімде бағдарламадан үлкен өтініш қылғам. ДНК істейікші, ДНК-мді істеп бересіз ба деген өтінішпен келген едім. Енді менің өмірімді ақтара келе, осылай жағдайлар болып жатыр. Әрине кеше өзі қайнатам айтқан, Хамбибі деп қойса қалай болады деп, барлығымыз мен шын көңілбен қазақша есім болған екен қоям деп келістім. Енді кеше қайнатамның ағасының туған баласы бар. Мынау неде істейді? Карл Марксте, Шымкент қаласында Карл Марксте нотариус болып істейді да. Сол кісі айтты, Ержан, бағдарламада айтыпсың, мен сен телефоныңды аламай жүрмін. Жағы қыздың есімін ауыстыратын хатты қашан жазасың? Шымкентке келдің ба, немесе маған жіберсейші жазып деді да. Хамбибі деп қоям депсің. Соны жазып жер, ертерек есімін ауыстырып метрге алайық деп айтты. Есімі Ержан деген кісі. Сөйтіп, есімді ауыстыратын болдық. Құдай қаласа, есімді ауыстыратын болдық. Алла нәсіп етсе. Қараш, Ержан, негізі бар ғой, ол кісілер енді сен қызыңды асырап тәрбиелеп нетіп отыр ғой. Ол сөздің шыны ғой, ол кісілердің негізі өтініші Хамбибі емес, алғашқы өтініштердің бірі Хабибім деп есімін ауыстырсақ деп неткен еді. Солай ғой. Мүмкін енді сен де бір кішілігіңді көрсетіп, сол кісілердің өтінішін мүмкін қанағаттандырарсың. Енді бұл жерде мен өзім шеше салайын десем, әрине мен ата-аналарым бар, айтып жатыр, қазірде айтып жатыр, қазақша есім қоясың, сен қазақтың баласысың, жаңағындай басқа ұлттардың есімін қойма деп жатыр маған. Мен ол кісілердің сөзінен асамаймын енді. Енді ол кісілер
қатып қалған нәрсе жоқ қой, енді отбасында, үйінде Хабибі деп айтып жүре берсе болады ғой, қағаз жүзінде Хамби болады. Енді менің ұрпағым болған екен, әрине мен қазақша қойғым келеді есімді. Құрмет көрермендер, егер де татуласа алмай жүрген адамдарыңыз болса, онда бізге бағдарламаға келсеңіздер, қолдан келгенше жәрдем беріп татуластыруға барымыз саламыз. Сонымен қатар Мадина есімді кейіпкеріміздің баласына, Асылжанға біз еміне деп қаражат жинауды әлі тоқтатқан жоқпыз. Мүмкіндіктеріңіз болып жатса, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, осы кішкентай баланың денсаулығына қатысты болғаннан кейін өтініп сұрап отырмыз. Қолдарыңыздан келіп жатса, аянбағандарыңыз дұрыс болар. Сауабын молынан берсін деп айтқым келіп отыр. Дина, не айтасыз? Ержан мырза, 40 кісі бір жақты, қыңыр кісі бір жақты деген сөз бар да қазақ халқында. Сол қыңыр кісі сіз болып отырсыз. Мына жерде қайнатаңызды жамандай бересіз, келесіз де жамандай бересіз. Бүгінше әлі жамандаған жоқ. Жаңағы сіздің қызыңызды тәрбиелеп 6 жылға дейін өлтірмей алып келіп, өсіріп, киіндіріп, бағып атқан сол қайнағаңыздың арқасында. Сол үшін Ержан мырза, сіз қайнағаңыздың сөзімен келіскен, қайнатаңыздың сөздерімен келіскеніңіз дұрыс. Жақсы түсінікті. Маған дұрыс пікір айттың, рахмет. Енді мен ол қашанғы қаралай бересің бір адамды. Мен ол кісіні вообще кегелі бер қаралап атқан жоқпын. Енді мақтап атырмын анда-санда арасында. Оны да ескеріңдер. Ержан мырза, сіз қайнатаңыздың алдына барып басыңызды исеңізде, ол көпті кетпейді. Әлде де кеш емес. Басы дейсің ба? Басыңызды ие салыңыздар. Осы басы дегенде кешірім сұра деген мағынада айтылып жатыр ғой. Кешірім сұра деген сөз ғой. Вообще адамды қарау керек та, Дина ше. Мысалы мен бет алды барып бас ие беретін, мен тексіз емеспін ғой деймін да. Мен өз текті жердің баласымын. Қалайша мен бас ие берем? Мен өзім жетесіз дейсің, жетесіз емеспін. Жет атам машин, жет атам бейті қай жерде жатыр, оға дейін білем мен. Бұл, тоқта. Ержан мырза, ұлық болсаң кішік бол деген сөз бар ғой қазақта. Ассалаумағалейкум, Құл Мұхаммед аға. В общем, бір сөзбен айтқанда, немереңіздің есімі ауысады. Ержан нақты шешім қабылдап, енді бұл да ер азамат қой. Сіздің сіздердің араларыңыздағы қарым-қатынасты түзеу үшін Ержан да осындай жақсы бір үлкен қадамға барып жатыр. Бұл қуантарлық жайт. Жабылып жүріп, әйтеуір біреуіміз жақсы сөйлеп, біреуіміз ұрсып, арасында мен бір-екі рет ұрып алғаным бар. Көндірдік. Енді өзі де негізі ақылды бала ғой бұлай. Басында миы бар негізі. Анда-санда сәл сымдар тимей қалғаны болмаса, өте жақсы ақылды жігіт. Сонымен есімін Ержан? Енді ассалаумағалейкум, өзі айтты ғой бұл кісінің алдыңғы бағдарламада. Хамбибі деп қойсын деп сіз өзіңіз айттыңыз. Енді Хамбибі жағы ханның падишасыдай мағына береді деп бәріміз келістік. Мен сол сөзді дәл қазір мен қолхат жазып қойдым. Аты жөнім бәрін. Ержан қызы Хамбибі болады деп. Енді жағы өзіңіздің ағаңыздың інісі нотариус Ержан. Ол кісі де кеше хабарласқан. Ержан, жазып жерсейші қатыңды ертерек метіркен ауыстырып сабаққа дайындайық. Қашан маған хабарласасың деді. Мен бүгін хабарласам деп айтқам ол кісіге. Енді сіз қандай есім қоям деп отырсыз? Қайттан айнадыңыз ба, жоқ, Хамбибі деп қоямыз ба? Мынанда ғой, алейкум ассалам, Ержан. Ау. Хамбибі өткенде айтылды ғой, недеше, бірақ burada жақсы естімей қалғаны, негізінен Хабибі деп айтып едім. Құранда келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Мұхаммед деп атаған саллаллаху алейхи вассалам, Ахмад деп атаған Алла тағала. Махмуд деп Мұстафа деп сен білесің ғой, Құранда ашықтың ғой. Сосын бір жерде Хабибін деп атағанда сүйіктім деп, Хабиби деп. Соны Хабибі деп естіған ғой негізі. Егер негізші әлі іштені өзгерген жоқ қой. Хабибім деп қойсақ жақсы болар еді. Алланың Құранда ең есімі да бұл.
Жоқ, енді менің де сіз сияқты ата-анам бар, әжем бар, 85-тен асып кеткен. О кісілерде маған кішкене сөзі өтеді ғой. Қазақша есім қой деген екен, мен шыға алмай жатырмын. Айтпесе мен маған елік берсе, мен әке-шешем, әжем. Мен сіздің айтқан Хабибіңізді қоям. Егер менің әжем, ата-анам осы сөзге маған елік беретін болса, қызыңның есімін өзің қой Ержан десе, мен именно сол Хабибім деп қоям метркеге. Егер мен қазір о кісілерден асып өте алмай жатырмын, мен ата-анамнан аттап өте алмай жатырмын мен. Бәрекелде, ата-анаң разылығын ал, бәрекелде, ата-анаң разылығын ал, иншалла, жәннат боласың. Егер сіз неғысаңыз, ақыры менің үйіме, ата-анама барып жүрсіз. Барып ақылдасыңыз адами тұрғыда. Барып айтыңыз, осылай, Ержанға беріңдер, ерік. Осы Хабибімді қояйық деп, жаңағыдай қазақшылық қылсаңыз өзіңіз. Бұл созылып кетті да, сен былай қылсақ қалай болады. Сол атқа тіреліп тұрған нәрсе болса, сол атты қойып мысалда, сен сорадан қайтасың да, еліңе қайтасың да, сен ақыр ата-анам деп тұрсың ғой. Ата-анаңды алдына барып, разылығын алып, жәннаттық амал істесе, ата-анаң қайт дегенде сен қайтпасаң, сол қалай болады? Перзенті айтқан істемесе әкемін. Мен өзім әкемін. Енді бұл жерде анық сен ата-анаңды разылығын іздеп жатқан бала болсаң, онда Хабибі қойда қайт сорадан, өтініш істеден. Жоқ, мен сізді түсіндім да. Қара, қазір сен айтып отыр, Хабибі деп, егер не қылсаң, Хабибі деп қойда сорадан қайт, Алла сенен разы болсын. Бағдарламаны тоқтатта, үйіңе барып тірлігіңізде, өміріңізде деп жатсыз ғой. Мен қараңызда, мен бұл жерге ата-анаңның разылығын ашсын. Жоқ, разылық, Құдай қаласа. Ержан, тыңдаш. Сен ақыры ата-ана деп аттың. Сен ата-анаңның разылығын алшы үйіңе бар да. Ол кісілер айтып отыр ғой, саған өткенде айтты ғой. Қайт үйге деп. Енді қазір өзің ойлашы, әкең ба, біреу қайтыс болып кетсе, сен ба, өзіңді айттың ғой, қазір күнделікті адам өліп жатыр, адам сияқты өмір сүрейін деп жатырмын деп. Біреу қайтыс болып кетсе, сен ба, ата-анаң ба біреуің. Сен жағдайың не болады, ата-анаң ренжіп жатса саған? Қайт деп жатыр. Қайтсай, қазір ауылда тірлік деген балдар уақыты болмай жатыр ғой тірліктен. Бардық анық қызмет қылғың келіп жатса, мешітте қызмет қыл, ата-анаңа қызмет қыл. Жеткілікті ғой ауылда жұмыс. Енді 4 ай болды ғой отырғаның, өзіңді айтып отырсың ғой. Сонымен есімге қатысты мәселе. Анық ата-ананың жағдайын ойлап жатсаң, әкеңді ертіп, ағаларыңды ертіп, кеш міне қыз үйде тұр ғой, сенің қызың ғой сол. Оны сотқа беріп, басқа уақытың кетіп жатыр. Шешіліп жатқан ештеңе жоқ. 4 ай болды отырғаныңа. Енді алдында бағдарламамен барған кезде есік Мен алдыңызға... айтып отырмын ғой саған. Жоқ, сіздің есік алдыңызға 2 ит барған жоқ қой, мен анам екеуміз бардық қой. Мен саған кетші бар дедіңіз де, есігіңіз жоқ қойдыңыз ғой. Әкеңді ертіп, туысқандарыңды ертіп деп сол кезде де айттым саған. Тахир мырза, прямой эфир ма не? Жоқ, мен анам екеуміз барғанда камерасыз бардық сіздің үйіңізге. Ержан, болды. Есімді қойдық. Бүгін қазір нотариусқа барып, неге жібереміз, е? Хабибі деп. Хабибі деп қоя бер, болды, Алла разы болсын. Сөйтті ағардан қайтсың, болды енді ят болады. Жақсы аға, шешілді, міне шешілді бұл мәселе. өзгерген жоқ қой. Рахмет аға, болды, біз сізді түсіндік, аман болыңыз. Дина, не айтасыз? Қоймадың ғой Дина. Қоймадың ғой Дина. Ержан, сіз өзіңіздің атыңызды ауыстыратыныңыз рас па? Ержан? Дина, маған шейх деші. Шейх? Жарайды, шейх дейм. Мен саған көрімдік. Қош? Шейх дегенің үшін мен саған ақша берейін. Мен жомартпын ба? Шынымен беріп тұрсың ба? Иә. Рахмет. Болды, бұдан кейін мен сізді шейх дейм, Ержан деген атпайым. Атамайым. Қызғалдық. Рахмет, Тахир мырза. Ержан, сен мында айтып жатсың да, мен қызымның атын Хабибі қоям дедің жаңа, иә, өзің аузыңнан естілді сол сөз. Енді сен өткендер айттың, менің қызым ба, қызым емес па, білмеймін, мен ДНК жасатуым керек, мен сотқа баруым керек дедің. Енді қалай мұнда ұялмай, сен атын қойып отырсың, атын қойдың ба, өзің қызың екен мойындадың ба, болды үйіңе қайтсай, үйіңе бар, әке-шешең жаңа айттың, разылығын алуым керек дейсің, әке-шешең разылығын ал, бірақ ата-анаңа обал мынандай сен сияқты сауатсыз баланы тәрбиелеу.
ата ана, ата баба ондай қажет жоқ қой, өзіме тиіссеңдер. Мен енді ересек 30-ға келген жігітпін. Маған айттыңдар, мен енді ол айтып отырмын ғой, басында келгенде 2 күн кейін өзі жаңағы балалық қылды ма, еркелік қылды ма, мен келіншегім шығып кетті үйден шынымен. Мен содан кейін мен жүрегімде бәрібір еркек болғаннан кейін менде күмән болды. Мен бұл бағдарламаға келген мақсатым осы өтініш қылдым үлкен қылып. Мен ДНК істейінші, Құдай үшін сол ғана мен мақсатым деп. Енді мен өмірім бәрін білді ел жұрт. Жаңағы көбісі айтады, Ержаннан тойдық, қайтсыншы ауылына деп та, барлық айтып жатыр. Рахмет. Құдай қаласа сіздердің дұғаларыңызбен періштенің құлағына шалынсын, мен қайтам ауылға негізі. Құдай қаласа, иә. Дұрыс. Жаңа енді үлкен кісі де қоңырау шалып айтып жатыр ғой. Болды енді. Енді күмәнің жоқ шығар қазір. Қызың екеніне көзің жетті ғой. Мен негізі бәрібір десе шынымен есімін ауыстырдық. Тахир мырза, сізге үлкен рахмет. Айтар, мен еркелігімді де, бұзықтығымды да барлығын көтеріп жатсыз. Мен ағам ретінде сізге еркеледім. Тағы да кешірім сұраймын, бірақ мен келген мақсатымды бітіріп кетсем деймін да. Енді Құдай қаласа айтып жатыр ғой, Ержан қой болды деп. Жаңа қызымның нағашы атасы да айтып жатыр. Мен енді бүгін қазір кешке жақын жолға шығып, ертең жаңа Шымкент қаласында Карл Марксте сол қайнатаммен жолығып, әңгімелесем деп отырмын. Енді жаңағы мен сен қызыңды көрсетем, көресің, қалаған кезіңде кел деп тұр ғой. Егер де ертең күні бар тағы да әңгімесі өзгеретін болса, мен міндетті түрде ДНК істеймін бұл жерде. Ал енді Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, бүгін кешке жолға шығып, сол кісілермен қайнатаммен жолықсам деп өзім ниет қылып отырмын дәл қазір. Бәрекелді. Дәл қазір. Өте дұрыс. Бар, бірден есімін ауыстырып, құжат барлығын дұрыстап, дайындап, баланы мектептен дайындау керек. Алла нәсіп етсе, киім керек, кітап, дәптер, қалам, былайша айтқанда. Ол жағынан проблема жоқ, қайната. Мен дәптер, ручка жағынан әперем өз қызыма. Сонымен қатар бірінші сыныпқа бала барған кезде тілашар той жасайды, білесің ғой, иә? Бұл тойды әке жасайды. Әкенің міндеті бұл. Тілашар той. Жасаймыз. Иә. Жасаймыз. Алла қаласа. Жақсы. Микрофонды беріңіздер. Айгерім, не айтасыз? Ержан, мен сенің іс-әрекеттеріңе түсінбей отырмын да. Мына жерде ақшаны не мақсатпен беріп отырсың? Ол не сонда? Өзін көрсету ма? Шейх деп айтқан үшін беріп отыр ғой. Көрімдік, шейх деп айтты ғой маған. Енді бізде қазақта ата-бабаларымыздан келе жатқан салт дәстүр, сүйінші дейді, көрімдік дейді. Мені шейх деп мен бағалап отырғаннан кейін рахмет дейін. Эфирға қатысы жоқ бала нәрсе да? шағаң қызығын көр, тұқымын көбейгір, тұқымын көбейсін, сен ертерек байға шықшы, айналайын. Бір мәселе айта салайыншы, кеше біз бір жерде болып едік, сөйтіп. Жол ақысын мен төлеп едім да, таксидің. Қайдан ақша шықты деп отырмын да. Ақшама жоқ па? Ержан. Ты бреш ты. Ержан. Олай айтып болса, мен ақша берем болсам. Ержан. Қараш. Маған не үшін бересің? Негізі шынында жоқ, жаңа өзің айтып отырсың, иә. 30-дағы адаммын дейсің, орысша сөйлемей қой. 30-дағы адаммын дейсің. 30-ға, енді 30-дан асып бара жатсың, дұрыс па? Енді қарада, кейде сен бір құлықтар істейсің де, шын мәнінде адамның жүзіне күлкі ұялатады. Мысалы, қазір ақшаны не үшін бердің деп отырмын да мен. Шейх деген екен, сен ақшасы бар адаммын деп өзің көрсетіп отырмын. Аллаға шүкір, Алла тағала кем қылмасын, кен қылса да кем қылмасын, Алла тағала. Бірақ таксида мен төлеймін да, бірақ та. Жоқ, былай негізі бірақ шын мәнінде былай айтатын болсақ, жолыңа, тамағыңа ақшаң бар ғой, соңғы ақшаң деп көрсің ғой. Құдайға шүкір, енді мен просто анандай жақсы сөз естігенде осындай қуаныштан есіміңді өзгертесің бе, өзгертпейсің ба? Мен ба? Иә. Негізі осы есім мәселесіне келгенде бар ғой, кеше 9 құрсақ көтерген анамыз өтті ғой, Хадиша деген. О кісінің шын есімі келді, иә, келіп кетті. Қатысты. Өткен жоқ, келді ғой осы жерге, иә. Құдай сақтасын, астағфиралла. Сол кісі келді, о кісінің шын есімі азан қойып айтқан. Ғалия. Ғалия да.
енді ол кісіні Хадиша деп кейін есімін ауыстырды. Ол негізі жат нәрсе емес біздің елде да. Енді менің азан айтып қойған есімім Ержан. Барлығы мені көргендер танитындар, Ержан деп танитындар, Ержан деп таниды да. Енді мен қызымның есімін ауыстырып отыр бүкіл елдің, халықтың алдында да. Мен де ауыстыра салуым ол кедергі емес. Енді қараш, Ержан, сен өзіңнің есіміңді шейх деп ауыстырғым келеді дедің өткенде. Жоқ, шейх деп айтқанына Алла разы болсын. Жоқ, тыңдашы, Ержан, сен шейх деп ауыстырғым келеді дедің есіміңді. Мені танитындар барлығы шейх деп айтады дедің. Ал өзің болсам, қызыңның есімін қазақша қою керек. Қазақша есім болу керек дейсің. Жоқ, енді біздің... Сонда сенің есімің шейх деген сонда қазақтың сөзі ма, қазақтың есімі ма? Бұл шейх деген негізі жалғауда бола береді да. Енді менің өзі ата-бабаларында осындай дәстүрді, бізде басқа ұлттың есімдері жоқ. Әсемкүл, Есемкүл, Базарбай, Бауыржан, Дүйсенәлі да. Мен әпкелерім, әкемнің аттары. Сонымен біздің кейіпкерлердің қолдары көтеріліп отыр. Гүлсара, айтыңыз. Жаңағы Ержан, енді талаптан жүрсің ғой, өлең шығарып, не қылып та, енді Ыбырай Алтынсарин атамызға еліктеп, негізі ол дұрыс. Сол енді жаңа айтады ғой, соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім, Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім деп. Ол біздің Ыбырай Алтынсарин атамыздың сол шумағынан үзінді. Сондықтан сен енді ақыры өлең шығарып, өзің сондай бір талаптан жүр екенсің, енді соған сай бол енді, о шейх, мейхті қайтесің? Кәдімгі Ержан болып қазақтың кең байтақ даласында осындай қазақтың қара торы баласы болып жүре бер. Енді ол еліктеп, анаға еліктеп, мынаған еліктеп, қажеті жоқ деймін да. Өзіңді шейхпін деп ел жұртқа күлкі қылып неғыласын деймін да. Кәдімгі мынау өзіңнің Рахмет Гүлсара, өте мәдениетті, өнегелі сөз айттың. Мен ауылда балық ұстайтын каналдың жағасында ағам бар. Сол балшықтан ермекті жасап жатыр екен. Құдай қаласа ермегің оралады саған. Жақсы. Мен жаңа дұрыс, енді көрермендер біздің әр сөзімізді бағып отыр ғой, соған байланысты дұрыстап нақтылап айтқым келіп отырды. Біз қатысушылар барлығымыз кеше бір аста болып едік. Сен же олай неғылмасайшы. Сен білдей мұғалімсің, ертең күні сен шәкірттерің не ойлайды? Мынау жалмауыз мұғалім қойды. Жоқ, мен көңіліме сыймады да, Ержан, мен көңіліме сыймады да. Мен төлеп тұрмын да, бірақ бүгін сен бүйтіп ақша атып жатсың да. Түсінбедім мен соны. Каспий голдың бар ма? Жақсы. Абай аға. Рахмет ақыл мырза. Мен енді айтайын деп отырмын. Жаңа Ержан, сен жол жүрем деп отырсың. Құдай қаласа Алла нәсіп етсе. Сен шейх те болмай қой, ешкім де болмай қойыңдар. Жаңаң бәрін күлкіге айналдырмай, кімге Динаға айтамын, Дина, жол жүрейін деп отырған жігіттің ақшасын бере салды. Жаңаға не ақкөңілдікке неті бол. Ол бәрібір шейх болмайды. Жігіт өлмесін, бәле көрмесін, қоя беріңіз. Мен ер жігіттің жолында дейді ғой, азығы ше. Мен ақшам бар. Бұйырсын, Дина, саған ақшада. Ал енді Ержан, сапарың оңды болсын. Аман есен барып Дина, тұра тұрыңыз. Соны айтайын деп едім. Рахмет, мен енді шынымен қараңыздар, құрметті кейіпкерлер, көрермендер, барлығыңызға бір нәрсе айтайын. Мен өмірім мен қызымның да өмірі өзгерді ғой енді. Есімін қойған екен, жаңа өмір басталады, жаңа парақ ашылады деген сияқты. Мен де өмірімді өзгерткім келіп жатыр осы тұста да. Осы Құдай қаласа мен де есімді ауыстырам. Мен де жігітпін ғой. Бұрынғы есім, жоқ, мен шейх деп қоймайым есімді да. Мен қызымның есімі Ханбибі болса, мен есімімді Хақ Сұлтан деп қоям, болды. Хақ Сұлтан қызы Ханбибі болады, болды. Қалай? Мына жерде әйгерім ақша деп жатыр ғой, берсе әпкесіне беріп жатыр да. Міне Хақ Сұлтан шейх келе жатыр деп айтатын болады. Мен Хақ Сұлтанмын. Сонда шындықтың, хақтықты айтатын. Хақты айтамыз, иншалла. Сұлтан болмақшысың ғой. Хақ Сұлтан деп қоям мен есімді. Ақыр қызымның да өмірі өзгеріп жатыр, менің де өмірім өзгертем. Мен де ертең күні әйтеуір екі этаж үйді не қылып салдым, бала толтырмасам, қатын алмасам, тудырмасам. Бітет. Сонымен есімің қара.
сенің есімің демек Хақ Сұлтан болып жоқ ауысады. күлкі емес, шынымен мен Хақ Сұлтан деп қоям. Бұрынғы мен танитын кісілер Ержан деп жүре берсін, шейх деп жүре берсін, бірақ мен өзгергім келіп жатыр, ағайындар. Мен Хақ Сұлтан қызы Ханбибі болады сонда қызы. Ержан, қара, енді жарайды, сен есіміңді Хақ Сұлтан деп ауыстырам деп отырсың. Қызыңның есімін ертең барып өзгертесің, е? Иә, мен Құдай қаласа жолға шығамын. Жолға шығып, ол кісілермен жолығып, қызыңның есімін ауыстырып, мәміле қылып сөйлесейік, жылдамдатып, тездетіп ауыстырыңдар. Баланың тағдыры, өмірі ойыншық емес. Ол ертең мектепке барады, бірінші сыныпқа барады, ол жақта тағы да өзгеріс анау мынау болып кетеді. Сол үшін болды, алдын алу керек. Рахмет, мен қызымның аға не дейтін еді андай. Нағашы атасы. Нағашы атасына да Алла разы болсын. Міне, ол кісіде негізі жүрегі тас емес, жүрегінде тас жоқ. Оның жүрегі Алла деген кезде көзіне жас ағатын үлкен жағы қарт кісі ғой уже, енді 60-ға келіп жатыр, Құдай қаласа. Мен әкем де 60-ға келеді. Мен Алла разы болсын, рахмет. Өте жақсы сөз айттыңыз, мен шынын айтайын. Бұл жерде енді ол кісілерді де өмірін қазбалап, қызын. Ержан, уақытымыз аз, ертең Шымкентке жолға шығасың бұйыртса. Ол жақтан міндетті түрде біз ақпарат береміз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарлама аяқталғаннан кейін экстрасенс детективі бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен ертең 15:00-де 31 арнада Кел тату болсақ бағдарламасында жолығайық. Қашанда жақсылармен тату болған сіздермен бірге мен Такер Сұлтан. Аман сау болыңыздар, ертеңге дейін.